Әр халықтың болашаққа бет алған тарихи даму жолында өшпес жұлдыздай болып есімі ерекше аталатын ірі тұлғалар болады. Біздің тәрбиемізде ананың ақ сүтімен, бабаның қасиетті сөздерінен бастау алады. Сондықтан да асыл сөздерді ғасырдан ғасырға жоғалтпай жеткізіп, алтын қазынасына айналдырған бабалар мұрасы мәңгілік мұра. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, кеймек. Харекет қылмақ, жүгірмек. Ақылмен ойлап, сөйлемек. Абай Құнанбайұлы. Еңбек етсең еліңе, халқың сүймек. Біз үшін отқа суға түсіп жүр деп. Ер өлсе де еңбегін ел өлтірмес. Неше мың жыл өтсе де тарих білмек. Сұлтан Махмұд Торайғыр. Тән сезіп, құлақ естіп, көзбен көрмек. Мұрын иіс, тілдәмнен хабар бермек. Бесеуінен мида ғой хабар алып, жақсы жаман, әрісті сол тексермек. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Қызмет қылсаң халқыңа, игат қылар артыңа. Пайдалы басқа еңбектен бас кетсе де тартылған. Сәбит Дөнентаев.